Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Дэмфикс. Достар, қалайсыңдар? Бүгінгі видеода мен Bedwars, Minecraft Materials, Square карта ойнайтын боламын. Достар, қазір қараңдар, екі-ақ адам, то есть екі-ақ команда ғана бос. Бұрын бізде 4 команда толып тұратын еді, 12x 12-де толып тұратын еді ғой. Қазір ешқандай толмай қалған, және менің алғашқы видеом бұл. Сол себепті мен қобалжып тұрмын. Және видео түсіру негізі оңай нәрсе емес. Біріншіден оны монтаждайсың, және даусыңды дұрыстауың керек. Менің даусым өте жаман естіліп тұр, себебі енді бұл не ғой? Алғашқы видеом, және мен монтаждап негіз жасап білмеймін. Монтаж деген мен вообще жасап білмеймін. Сол себепті мен вообще негізі ойнап білмейтін адаммын. Қазір мен ойнап өліп қалатын болса, мені кемсітпеңдер достар. Мен осыған дейін 2019-дарда көп уақытты ойнадым. 3 жылдай болып қалды ойнағаныма. 4-5 жылдар болды уже Майнкрафт ойнап жүргеніме. Бірақ мен вообще тастап кеткен болатын. Енді қазір ғана оралып тұрмын дегенде, осыдан бір 2-3 күн бұрын ғана оралдым. Мен қазір 7-ші уровеньмін. Көптеген заттарды алдым осы уақыттың ішінде. Төбемнен музыка бәрін алдым, короче. Өзіме керектінің. Достар, негізінде осы мен видео түсіріп отқан кезде сіздер осы именно алғашқы видеомды 100 просмотрдан асырып көптеген адамдарға таратсаңыздар болатын еді. Себебі сол кезде Bedwars адам көбейеді және қызық көбейеді. Сол себепті көптеген адамдарға жіберіп осы видеоны таратсаңыздар достар. Но читер ма не ойлай. Бауын кетейік. Так. Ультиомая. Айыртсат. Кезінде мен ойнаған едім, көптеген уровендарым болды, бірақ ол аккаунттың паролін ауыстырамын деп бұл ұмытып қалған болатынмын. Көптеген уақыттар бойы. Сол себепті мен өзім Bedwars тастап кеттім. Гремвиксті. Және ойналмай кеткен аккаунтымда тұр. Ол аккаунт паз білмеймін қаншыншы уровень екенін. Бірақ әйтеуір менің ойымша соңғы рет мен көрген кезде 32-ші уровень болған. Енді как-никак ол кезде ПК-мен ойнадым. Және ПК-мен ойнағанда кайфты адамдарды өлтірген кезде. Және мен негізі полный ПК-мен ойнаған баламын. Просто осы жақында, енді жақында емес, примерно мен 4 жыл ма 5 жыл ма ойнадым. Соның 3 жылын ПК-мен, 2 жыл Майнкрафтты, неме ойнадым. Телефонмен. Ал қазірде телефонмен ойнап келе жатырмын, бірақ мен 3-4 күн бұрын ғана, или 4-5 күн ба, сондай күн алдында бастадым тек қана, бірақ өзіме негізі Майнкрафт ойнау ұнайды. Қанша ұтылсам да, қанша айырсам да, өзім Майнкрафтқа деген қызығушылығым ешқашан кетпеген. Сындырамайдан кетка жоқ қой. Так, ал ойынға көшсек, мен айтарымда айтып болдым, бірақ тағы бір айтарым бар екен. Ұмытып кетіппін, короче. Мен күні кеше, немесе бір 2-3 күн алдын Bedwars Minecraft ойнап жатқанмын. Ол кезде мен, Гремвиксқа кірсем, 3 адам отыр. Нау енді не жігіттер, нау 3 адам нес? Үш адам отырғаннан кейін, білмем, өзімнің настроениемде түсіп кетті. Как-никак 3 адам ғой. Анаяқта өзімді жаман сезініп қалдым 3 адам деп тұрған кезде. Бұлай негізі бізде ең көбі 72 адам отқан осы 2025-те. Немесе 2024-те. Шамасы 2024-те, өйткені 2025-те кетінші аз адам болып кетті. И настроение көтіп кетті. Бұлай негізі Bedwars көп адам ойнауға болады. Мен сендерге бір сұрақ қойыш. Если достар, мен атым неғып Дэмфикс екенін жауап бермеппін, соны жауап берейін да, сіздерге сұрақтар қойайын. Если бірінші сұрақ қойғылайын, если
МКП-ні немесе Гринвиксті, нелерді, Бедварсті, ютуберлерді стамағандар. Қазірге шейін жалғасармын. Яғни қазірге шейін ютуберлер ойнап жүрген болатын болса, қанша адам примерно отыратын еді? Қанша? Өздеріңіздің ойларыңызды комментке жазып кетіңіздер. Қой досыңдар, қадірлер. Короче, мынау мықты екен. Так, мына менде айырчат. Короче, екінші катка. Достар, біздің екінші каткамызда басталды, таяқ жерге тасталды. Матчымыз басталды. Так, бетеміз мынаны алып аламыз. Так, достар, арнаға тіркеліп лайк басып отырайық, себебі қазақ контенті жаңадан келген ютуберге қолдау көрсетсеңдер. Мен достар, негізі қош көрдік, қош келдік, ютуб деп видео түсірейін деген, бірақ оны шлем тыпыларсы болады, яғни қош бұл ютуб деп видео түсіруге болады, сәлем ютуб деп видео түсіруге керек емес негіз. Оны мен записпен, не ғой, запис дегенде андай сонда мен істей салайын дедім. Міне, сразу атып жатық. 40 секунд атып жатық қой. Так, достар. Қазір мен өзімнің исполненде қанша черный екенмін. Место по кроватям. Он за победа. Қанша 7 екен. Наңғарындар, Нестер ма, Ава и Долларбек бар. Солар негіз үшеу ебайт мықты, аяқтары сол үшеу тұр. Бұл үшеуінде көргем. Бұрын осы недегі топта тұрған адамдар көрмейтінсің, қазір смело тауып алам. Мынау күнде ойнайды топасын, алда күнде ойнайды, мынау арасында ойнап тұр қазір. Долларбекті көрмей қалдық, күнде көретін, енді пікашыне көзі 10-шы көрген. Мынау башы 50-бірденке, или 65, мынау башы 40-бірденке. Ал, не істейміз, достар? Қайтамыз ба? Так, Elite P2 мені достар есілчі. Менің нелерім 600 игра ойнағам. 169 победа, винрейт деген не осы? Финалда құбетісті 261, уничтожить. Ойбай, 225 кровать сындырғам. Мен ал нандайларыма келетін болсақ, типа, не осы? Бонус па бірін кеді ғой? Или кетпеді. Осындай далғам 3.000 теңгеге. Және Defender 1 осы. Мен негізін аналайын деген, просто оған ақша жинау керек болды. Өйткені бұның қылшын қырасындар. Андай қылышты, анау ағаш қылсын. Оны артақ қойыр керек етті. Пейтіп қоясын жаңағы. Пейтіп қоям менде. Нұмау қос күштегене. Осыны алу керек алсаңдар. Ал достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Және мен сендерге айтарым, осы видеоға егер 10 немесе 5 лайк жинасаңдар, келесі видео шығатын болады. Ал егер бірге ойнағыларың келіп, сөйлескілерің келсе, яғни WhatsApp'та сөйлескілерің келсе, менің чатыма кіріңдер. Ол чатқа кіру үшін сіздер арнаға тіркелу керек боласыздар, обязательно. Және менің TikTok каналыма да тіркелу керек боласыздар. Ал менің TikTok каналыма мен лучший моменттерді салып отыратын боламын. Және сұрақтар қойып отыратын боламын. Майнкрафт егер сол сұрақтарға жауап берген адамдарға енді сыйлығым бар. Ал осымен біздің видео аяқталды. Егер видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Ал сау саламат.